Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз кезекті жаттығуды қарастырамыз. Электр энергиясын өндіру, жеткізу және қолдану трансформаторлар деген тақырып. Өте қиын есептері. Енді бірінші есепті қарастырайық. Электр энергиясын 40 километр қашықтыққа диаметрі 5 миллиметр алюминий сымдарымен жеткізгенде қандай қуат шығыны жұмсалады? Яғни қуат шығынын жалпы қуатқа бөлген кезде бұл қанша процент дейді. Желідегі кернеу 35 киловольтқа тең есептелген қуат дегенде біз жалпы желіге берілген қуат ретінде алып жатырмыз. Бұл 1,5 мегаватт косинус фи 0,87. Ал енді осы электр сымдары екеу болатындықтан қос жұп болып жүретіндіктен біз оның кедергісін есептеген кезде ро 2L бөлінген PD квадрат бөлінген 4 деп алайық. Мынау шеңбердің ауданының формуласы. Ал бұл жерде алюминий қолданылғандықтан алюминийдің меншікті кедергісі ол 2,71 көбейтілген 10-8 дәрежесі 10 метрге тең екен. Бұларды орнына қояқ, мына жерде 8 болады. 4-ті 2 көбейтіп 8 көбейтілген 271 10-8 дәрежесі. 40 километр, ол 4 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр. Бөлеміз 3,14 көбейтілген 5 миллиметр. Ол 5 көбейтілген 10-3 дәрежесі. Бұның квадраты 25 көбейтілген 10-6 дәрежесі болады. Мыналарды үшеуін қысқартып жіберейік. -4 плюс 6. Бұл жерде 100 қалады. 25 пен 100-ді тағы қысқартайық. Мұнда 4 қана қалады. Сонда жауабымыз неге тең? Калькуляторды алайық. 8 көбейтілген 4 көбейтілген 4 16 көбейтілген 2,71 бөлінген 3,14 110 110 Ом. Ал енді шығын ол I квадрат R-ға тең. Жалпы қуат IU косинус фиге тең. Сонда бұл екеуінің қатынасы неге тең? Біріншіден бұл жерден біз тоқты білмейміз ғой, тоқты. Дельта пи бөлінген пи, ол IR бөлінген U косинус фиге тең. Ал айдың мына жақтан таба аламыз. Айдың орнына біз P бөлінген U косинус фи деп жазамыз. U квадрат косинус квадрат фи болады. Оның жауабы неге тең? 110-ды көбейтеміз. 1,5 мегаватт деген 1,5 көбейтілген 10-6 дәрежесі. U квадрат деген ол 35-тің квадраты. Кило деген 1000 ғой. 1000-ның квадраты ол миллион болады. Көбейтілген косинус квадрат фи. Мыналар қысқарады. Ал бұл жерде менден де жауап басқаша шығып тұр. Осыны 110-ды көбейтеміз 1,5-ға. Есепте қате бар ау деймін. Сонда 0,18 пайыз шығын болып тұр. Екінші есеп. Енді L тең 75 километр қашықтықта орналасқан жүктеме 1 мегаватт қуат тұтынады. Мыс сымдарының көлденең қима ауданы 16 миллиметр квадратқа тең болса, желіге қандай қуат берілуі керек? Желідегі кернеу 40 киловатт косинус фи 0,63. Ал мыстың меншікті кедергісі ол 1,7 көбейтілген 10-8 дәрежесі 10 метрге тең екен. Енді бізде P дегеніміз ол тұтынатын қуат. Яғни ал бізде шығын болса I квадрат R-ға тең. Осының барлығы жалпы қуатқа тең. Жалпы қуат мынаға тең. Жалпы қуат ол IU косинус фиге тең.
Сонда тоқ бізде p бөлінген u косинус фиге тең, иә? Сонда p қосылған p квадрат r бөлінген u квадрат косинус квадрат фи. Мен екеуінде p деп белгі қойдым. p0 деге өзгеше болу үшін p0 азайтылған p0 тең болады 0. Енді r-ды тауып алайық тез. Сосын мынау квадраттық теңдеу болып тұр. Квадраттық теңдеуді шығарамыз. Так, r-ымыз біздің ро көбейтілген 2l, себебі қос сым темір болады, бөлінген s. Яғни бұл неге тең? 1/7 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі көбейтеміз. 2 көбейтілген 75 ол 150 километр. 150 километрді 150 мың метр, яғни 1/5 көбейтілген 10⁵5 дәрежесі метр деп жазсақ болады. 5 дәрежесі. Бөлеміз. 16-ды 1/6 көбейтілген 10⁻1 дәрежесі, ал миллиметрдің квадраты ол 10⁻3-нің квадраты, яғни 10⁻6 дәрежесі метр квадрат болады. Бұған 1-ді қосып жіберсек -5 болады, е? Енді бұл жерден r неге тең болып тұр? Так, 10⁻8 мен -5, бұнда -2, -2 мен 5, сонда 1000 болады, е? 1000 көбейтілген бір коэффициент болады. Коэффициентті табайық. 1/7 көбейтілген 1,5 бөлінген 1/6. Сонда, міне, 1/6 көбейтілген 10⁻3 дәрежесі 1610 болады. Той тұрыңыздар, мынау -3, жоқ, 12 дәрежесі. 12 дәрежесі бәсе 160 болу керек. 160. Жақсы, енді біз мына нәрсені тауып алайық. Яғни u квадрат косинус квадрат фи бөлінген r. Бұны біз p штрих дейік. Бұл неге тең? 40 деген ол 16, 40 киловатт 4/10⁴ дәрежесінің квадраты неге тең? 16/10⁸ дәрежесі. Косинус фидің квадраты бөлінген 16/10⁴ дәрежесі. Онларды қысқартып жібереміз. 10⁻7 дәрежесі көбейтілген 0,63-дің квадраты болады екен. 0,4 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі, немесе 4 мегаватт болады екен. Бұны демек p штрихті біз тіпті 4p деп жазсақ та болады екен. Сонда p қосылған p0 квадрат бөлінген 4p азайтылған p0 тең болады 0-ге. Мынаған 4p-дан берейік, мынаған да 4p-дан не болады бізде? p0 квадрат азайтылған 4p p0 қосылған 4p квадрат. Бұны -2p көбейтілген -2p дейтін болсақ, Вет теоремасын қолданып жауапты табамыз, е? Сонда p0 2p-ға тең, яғни 2 мегаваттқа тең. Келесі, көлденең қимасының ауданы 15 мм квадрат сым темірлер арқылы 200 мегаватт қуатты қандай қашықтыққа тасымалдауға болады? Желідегі кернеу 350 киловатт косинус фи берілген, шығын 10%-дан аспау керек дейді. Енді бізде бұл мынандай қуатты қандай қашықтыққа тасымалдауға болады деген, бұл пайдалы қуат болсын. Пайдалы қуат қосылған I квадрат R неге тең болады? Енді шығын 10%-дан аспау керек. Значит, жалпы қуат бізде 10 көбейтілген I квадрат R-ға тең. Немесе IU косинус фиге тең. Енді менің түсінгенім бойынша осылай болып тұр есепте. Мына қуатты қандай қашықтыққа тасымалдауға болады? Енді бұл пайдалы қуат болу керек. Немесе мұны жалпы қуат ретінде алатын болсақ, онда ол 10 көбейтілген I квадрат R-ға тең. Және IU косинус фиге тең.
екі вариантты да қарастырып көрейік. Бірінші вариант және екінші вариант. Так, бізге, в общем, арды табу керек. Бұл жерде арды тапсақ, әрі қарай ұзындықты да табамыз, иә? Себебі ар неге тең? Ро, бұл мыс көбейтілген 2L бөлінген S. Так, бірінші жағдайда тоқ неге тең? P бөлінген U косинус фи, екіншісінде де сондай тең болады. Бұл жақсы. Осыны қоямыз. Бірінші теңдеуде P тең болады 9 көбейтілген I квадрат R. Ол P квадрат бөлінген U квадрат косинус квадрат фи R. П'лар қысқарады. Сонда R бізде неге тең болады? U квадрат косинус квадрат фи бөлінген 9P. Ал екінші жағдайда кедергі U квадрат косинус квадрат фи бөлінген 10P болады. Жақсы, енді осыны сразу ро 2L бөлінген S-ке теңестірейік. Сол кезде L бізде неге тең? Бұл U квадрат 350 киловатт. Оны 3,5 квадрат көбейтілген 10-ның 5 дәрежесінің квадраты 10 дәрежесі болады. 487-ның квадраты S болады. Жоғары жақта 15 миллиметр квадрат. Миллиметр квадрат 10-6 дәрежесі бөлінген 9,7 18. 18 или бұл жерде 20 болады. Потом екі түрлі вариантты қоямыз. Так, P бізде 200 мегаватт. Ол 2 көбейтілген 18 дәрежесі. Көбейтеміз 2L. L-дің екісі бар. Сосын ро бар. Оны L-дің екісін біз қарастырыппыз ғой уже. Енді ромыз мыстықы 1,7 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі. 8 бен минус 8 қысқарды. Так, жоғары жақта 10-ның 10 дәрежесі мен дәрежесі 10-ның 4 дәрежесі болады. Ал енді 10-ның 4 дәрежесі көбейтілген 3,5-дің квадратын көбейтеміз 0,187-ның квадратына. Оны көбейтеміз 15-ге, бөлеміз 18-ге, бөлеміз 2-ге, бөлеміз 1,7-ге. Так, 2,27,4 дәрежесі метр. 22,7 километр. Екінші вариантта бұны 18-ге көбейтіп, сосын 20-ға бөлеміз. Екінші вариант. Ол 2 болады, яғни 20 километр. Сонда никак 16 болмайды екен, бұлардың жауаптар қате сияқты. Енді келесі трансформатордың бірінші беттегі орамасының тоқ күші I1 0,5 амперге тең, кернеуі 220. Екінші беттегі орамасының тоқ күші 11 ампер және кернеуі 9,5 вольт. Пәк. Пайдаланысы коэффициенті ол екінші беттегі қуаттың бірінші беттегі қуатқа қатынасына тең. 11 көбейтілген 9,5 бөлінген 220 көбейтілген 0,5. Так, 11 мен екеуі қысқарады 2 болады. Сонда 2 көбейтілген 0,5 1. 9,5-ды 10-ға бөлсек 0,95, яғни 95%. Бірінші орамасының тоқ күші I1, оның ұштарындағы кернеу U1. Екінші ораманың ұштарындағы кернеу U2, тоқ күшін анықтады. Бұл жерде біз шығынды ескермейміз. Сол үшін U2 I2 тең болады U1 I1. Энергиясы толығымен сақталады, яғни қуат сақталады. I2 неге тең? U1 110-ға тең, I1 10 бөлінген 1000. 110-ды 100-ге бөлсек 1,1 ампер. Жоғарылатқыш трансформатордың бірінші беттегі орамасында
n1 екінші беттегі орамада n2 орам бар. Осы бірінші беттегі орамасының ұштарындағы кернеу U1-ге тең, екінші беттегі орамасындағы тоқ күші U2-ге тең. Пайдалы қуат неге тең дейді. Пайдалы қуатымыз U2 көбейтілген A2. U2-ні табу үшін біз мынандай формуланы қолданамыз. N1 бөлінген N2 тең болады U1 бөлінген U2-ге. Сонда U2-міз неге тең? U1 120 көбейтілген 1280 N2 бөлінген N1 80. Так, мына жерде 128-ді 8-ге бөлсек қанша болады? 1, 48, 6, 16 болады. Сонда 120 көбейтілген 16 бізде неге тең? 16 көбейтілген 120. 1920 вольт болады екен. Пайдалы қуат 1920-ны 0,125-ке көбейтеміз. Мұнда 4-ке бөлгенмен тең 480 ватт болады. Трансформация коэффициенті 8-ге төмендеткіш трансформатордың бірінші реттік орамасы 220 вольт. Яғни U2 неге тең? U1 бөлінген 8. 8 есе азайтады. 220-ны 8-ге бөлеміз. Сонда қанша болады? 110-ды 4-ке бөлеміз, 55-ді 2-ке бөлеміз. 27,5 вольт. Осынша кернеу болады екінші бетте. Екінші реттік орамасының кедергісі бар, және тоқ күші бар. Сонда бірінші реттік орамадағы энергия шығынын ескермей, екінші реттік ораманың қысқыштарындағы кернеуді анықтаңыз. Қысқыштарында кернеу, бұл кернеуден сымның кернеуін азайтып тастағанға тең. Демек, 27,5-тен мына 3 жердегі 6-ны азайтсақ, 21,5 вольт болады. Трансформация коэффициенті 5-ке төмендеткіш трансформатор U1 кернеу көзіне қосылған, яғни U2 неге тең? U1 бөлінген K. Азайтып отыр ғой, төмендеткіш дейді. 110-ды 5-ке бөлсек 22 вольт болады. Екінші реттік ораманың кедергісі R2. Жүктемесінің кедергісі R болса, онда тоқ күші қандай? Яғни бұл U2 неге тең? Тоқты A2 көбейтілген R2 қосылған бұлар бір-біріне тізбектесі орналасқандықтан бізде жүктеменің де тоғы A2-ге тең. Тоқ күші A2 неге тең? 22-ні бөлеміз. Мына 1,12-ке 1-ді қоссақ 2,12-ке тең. 10 ампер болады. Жиілігі 50 Гц айнымалы тоқ көзінен 220 вольт кернеумен қоректенетін трансформатордың зая жүрісінде бірінші реттік ораманың тоқ күші 0,2 ампер. Оның активті кедергісі R1. Индуктивтілігін анықтаңыз дейді. Активті кедергісінің I1 көбейтілген. Бұл әсерлік мәндері ғой. I1, U1 әсерлік мәндері. Ал индуктивтіліктің кернеуі озып жүреді, 90 градусқа озып жүреді. Омега L I1-ге тең. Бұл жалпы кернеу неге тең? U1-ге тең. U1 квадрат тең болады. I1 квадрат R квадрат қосылған. Омега квадрат L квадрат. Омега неге тең? 2π ньюға тең, е? Бұл жерде 50 Гц-ті 628-ге көбейтсеңіз 314 радиан бөлінген секунд. Жақсы, осы жерден U1, яғни 220-ның квадратын бөлеміз 0,2-ның квадратына. Одан азайтамыз. R1, но R1 ғой. 100-дің квадраты тең болады неге? 314 квадрат L квадрат. Жақсы, енді 220-ның квадратын бөлеміз 0,2-ның квадратына. Одан азайтамыз 10.000-ды. Осыны бөлеміз 314-дің квадратына. Және осының түбір астысы 3,5 L тең болады 3,5 Генриға. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.